Әзіреті Мұхаммед атасы Әбділмүтәліптің қамқорлығында. Анасынан айырылған 6 жасар Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам атасы Әбділмүтәліп қолына алады. Құрайыштың алдыңғы қатарларынан саналатын Әбділмүтәліп адамгершілігі мол, жомарттығымен, мәрттігімен аты шыққан сабырлы, ақылды, түсінігі мол жан. Қапсағай денелі, жарқын жүзді Әбділмүтәліпті ол төңіректе білмейтін жан кемде-кем. Кедей-кепшікке көмектесіп, жарлы Жақбайдың көңілін тапқанды жаны сүйетін оны барша жұрт сыйлайтын, ерекше құрметтейтін. Адам түгіл жыбырлаған жәндікке қиянат етпейтін. Қонақжайлығын айтпағанда, туған туыстың ауру сырқаудың ахуалын сұрау оның күнделікті әдеті еді. Кеңпейілдігіне қарап, Құрайш оны екінші Ибрахим атандырды. Қарт Әбділмүтәліптің бала дегенде әсіресе немерелеріне шығарда жаны бөлек. Айналасын нұрға бөліп жүретін немересі Мұхаммедті оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, қайда барса қасынан тастамай алып жүреді. Еркелетіп жетімдігін сездірмеуге тырысатын, тіпті онымен үлкендерше сөйлесіп, жиын тойларда әлдеқалай бір мәселе туындай қалса, Әзіреті Мұхаммедпен кеңесіп шешетін. Көптің көзі көреген емес пе, мұны да жұртшылық сезбей қалмаған. Қағбаның төрінде Құрайыштардың басшысы Әбділмүтәліптің арнайы орны бар еді. Өзге түгіл өз балалары да отыруға батпайтын осы орынға бала Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам атасының өзі отырғызатын. Жайшылықта туған балаларын құшағына алмайтын Әбділмүтәліптің немересіне деген сүйіспеншілігі шексіз. Кейде ағалар Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам төрден тұрғызбақ болғанда, тимеңдер, төр соныкі. Абдулладан қалған жалғыз тұяғымның орны келешекте дүниенің төрі болмақ. Әлі-ақ көресіңдер деп, немересін қасына алып, арқасынан қағып, ойға бататын. Әбділмүтәліпті оятуға да Мұхаммедтен саллаллаху алейхи вассалам басқаның батылы жетпейтін. Атасының бөлмесіне одан өзгелер рұқсатсыз кіре алмайтын. Бір күні Әбділмүтәліп сүйікті немересін жоғалған түйелерін іздеуге жібереді. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам біраз кешіккен соң, атасы адасып кетті ме деген оймен тағатсыздана бастайды. Уайымдағаны сондай, Қағбаға барып, құдіретті күшті жасаған ием, Мұхаммедіммен тезірек қауыштыра көр деп жалбарынады. Арадан көп өтпей-ақ Мұхаммед оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, түйелерді айдап келіп қалады. Әбділмүтәліп жанары жасқа толып, жалғызым жаным, сен үшін жанымды беруге әзірмін, мұнан бұлай жалғыз өзіңді ешқайда жібермеспін дейді. Расында, Абзал ата нұр немересін өле-өлгенше қасынан бір елі шығармаған. Йемен билеушісінің хабары. Сол тұста Йемен билеушісі Сайф ибн Зиязан бір кездері әкесі билеп, кейіннен хабаштықтардың қол астында өтіп кеткен жерін қайтарып алып, Гумдан деген қалада салтанатты түрде таққа отырады. Тілеулестері жер шалғайлығына да қарамастан құттықтап барады. Әбділмүтәліп басшылығындағы Меккенің де мұнан тыс қалуы мүмкін емес. Бір топ адаммен Әбділмүтәліп сапарға шығады. Қанша қиын болса да, нұр келбетті немересін осы жолы үйінде тастап кетуге мәжбүр. Ұзақ жолдан арып ашып келген меккелік делегацияны Сайф ибн Зиязанның өзі қарсы алады. Әбділмүтәліп қуанышқа ортақтаса келіп, сөзін біз Алланың тікелей қарауындағы киелі мекеннен келдік. Байтулла деп аталатын Алланың үйі Қағбаның қызметшілеріміз деп түйіндейді. Гумдан билеушісі Әбділмүтәліптің сөзіне риза болып, «Ей, тілектес бауырым, өзіңді таныстырып өтсең» дейді. «Мен Хашимнің ұлы Әбділмүтәліппін. Демек, жиенім болдың ғой». «Иә, солай». Жеңіс тойы жалғасып жатты. Қуанышты жүздер, шат-шадыман халық. Бірде Сайф әлдене есіне түскендей Әбділмүтәліпті оңаша шақырып алып былай деді. «Ей, Әбділмүтәліп, саған бір сыр айтпақпын. Осы бір мәселенің саған қатысы бар сияқты болады да тұрады. Киелі кітаптарын оқып білгенбіз. Өте маңызды хабар. Білетіндер бірен-саран ғана». Әбділмүтәліп дегбірсізденіп, «Не хабар, не?» деді. Сайф, киелі кітаптағы хабарға қарағанда, Тихама аймағында осы жылдары ерекше бір сәби дүниеге келуі тиіс. 2 жауырыны арасында меңі бар. Нәрестенің әке-шешесі ерте дүние салады да, баланы атасы қамқорлығын алады. Өскенде сол бала ұлы тұлға болады. Даңқы жер жүзіне жайылады. Қиямет қайымға дейін жақсылықтың жаршысы болып өтетін көрінеді. Дұшпандары не қысастық жасаса да жеңе алмайды. Ол көп құдайшылықты, тозығы жеткен ырымдарды жойып,
Алланың бірлігіне сенуге, соған құлшылық етуге үндейді. Әділеттілігі, көрегенділігі, адамгершілігі бүкіл әлемге үлгі болады дей келіп, бірнеше дәлелдерін тағы айтады. Әбділмүтәліп айтылғандарды тыңдап бола салысымен сәждеге бас қойды. Бұл жолы Саиф аң-таң болды. Бір нәрсе сезгеннен саумысың, баянда тезіректеп Әбділмүтәліпті қолқалай бастады. Әбділмүтәліп қуаныштан жүрегі жарылардай кейіпте, билеушім, өзге ұлым бір төбе, Абдуллам бір төбе дейтін балам бар еді. Ержеткен соң, оның тәрбиелі жердің қызымен Уахб ибн Әбдіманаптың әминасымен үйлендіргенмін. Құдай беріп бір ұлды болған. Амал нешік, көп ұзамай балам мен келінім бірінен соң бірі өмірден озды. Солардың артында қалған ұрпағы бүгінде менің қолымда. Бойындағы бар қасиеттер сенің айтқандарыңмен сәйкес келеді деп жылап жібереді. Саифта ақиқатқа көз жеткізіп тұрып, ұзағынан сүйіндірсін. Баланы көзіңнің қарашығындай қорғағайсың. Әсіресе яһудилер оның басқан ізін аңдып тұзақ құрумен болады. Зияны тиіп кетіп жүрмесін. Бәле жаладан Алланың өзі сақтайды дегенмен, аманатыңа абай бол. Кітаптағы жазбаға қарағанда заман өзгеріп, немерең Ясрибке хижрет етуге мәжбүр болады. Ол жерде де қолдаушылар аз болмайды деді. Иә, Саиф көрегендік жасады. Жалпақ жұртқа беймәлім дүниеден алдын ала хабар берді. Әбділмүтәліптің еліне қайтар шағы жетті. Керуенді Меккеге шығарып салып тұрып, Саиф баланың бойындағы өзгерістерден хабардар етіп тұрғайсың деген. Амал не? Осы оқиғанан соң бір жылға жетпей, ол да өмірмен қош айтысты. Арадан көп уақыт өтпей-ақ Әбділмүтәліп аяқ астынан ауырып, төсек тартып жатып қалады. Буын-буыннан әл кетіп қарттықты жеңе алмасын сезген, оның уайымы нұрлы немересін көзі тірісінде сенімді біреуге аманат ету. Қай баламның қолына табыстасам екен? Қарияны күндіз-түні мазалаған сұрақ осы. Әбу Лахаб өз басымен әлек, қатыгездігімен аты шыққан. Оған беруге әсте болмайды. Аббас ше, жоқ, ол өз бала-шағасын асыраса да жақсы. Үйемелі-сүйемелі шүкір баршылық қой. Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам ерекше көңіл бөле алмас. Хамза болса жас, басы да бос. Жастық қызуымен таңертеңнен қара кешке дейін аң аулаудан қолы тимейді. Баланы бағарау, бірақ көңілімдегідей бола қояр ма? Әбу Тәліп бар емес пе? Ең лайықтысы сол. Мал байлығы шамалы болғанмен, мейірімі мол. Сол ғана Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам нағыз қамқоры болалар. Осылайша іштен түйіндеген соң балалардың бәрін жинап, Мұхаммедті, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, орталарына алып, қай ағаңның қолында тұрғың келеді деп сұрады атасы. Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам атасының сауалына жауап ретінде орнынан тұрып, көкесі Әбу Тәліптің мойнына асылды. Әбділмүтәліп ойының дөп шыққанына қуанды. Сонан соң Әбу Тәліпке қарап, Мұхаммед, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, саған Алланың аманаты. Басыңа нендей күн туса да, оны жаныңнан жақын көріп, қорғайтындығыңа уәде бер, арманда кетпейін деді. Әбу Тәліп әкесінің өзін таңдағанына әуелде сенер-сенбесін білмей, аңтарылған күйі былай деп жауап берді. Еш уайымдама, оны өз баламнан, тіпті өз жанымнан артық қорғаймын. Мен тірі тұрғанда жан баласы оған зиян келтірмейтіндігіне серт берем. Әбділмүтәліп милади 578 жылы 80-нен асқан шағында мәңгілікке көз жұмды. Мекке базары Әбділмүтәліптің қазасына байланысты ұзақ уақыт жабық тұрды. Құрайштар ардақты да аяулы ақсақалды жоқтап, бірнеше күн қара жамылды. Әбділмүтәліп Хажун бейітіне, атасы Құсайдың қасына жерленді. Бала Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам атасының өлімі қатты әсер етті. Аяулы адамнан айырылу бұл жолы өте қиын тиген. Жаназа шығарылған сәтте біресе үнсіз егіліп, біресе еңіреп жылаумен болды. Міне, пайғамбарымыздың балалығы осыншалықта ауыр қайғы-мұңға, қасіретке толы. Болашақта басына түсетін қиыншылықтарға, машақатқа толы өмірге рухы мен жүрегі сол кезден бастап әзірленіп жатқандай еді.